Армысыздар, эфирде Қазақ Ньюс апта, студияда Қасым Хаманжол. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Өткен аптаның басты оқиғалары, биылғы Астана тойына дайындық қалай жүруде? Астаналық Артем базарындағы төбелес, қосымша білім гранттары қай аймақтарға бөлінбек? Экспо көрмесінің экс-басшысы Талғат Ермегияев үйғамаққа алынып, жемқорлық айыбы тағылды. Аса лауазымды шенеунік неден жаңылды? 28 панфиловшылар аңыз ба, ақиқат ба? Мәскеуді қорғап қалған қазақстандық дивизия сарбаздарының ерлігіне ресейлік ғалым күдік келтірді. Бұл даудың астарында не болуы мүмкін? Осы аптада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ArcelorMittal компаниясының төрағасы Лакшми Митталды Ақордада қабылдады. Кездесуде металлургия комбинаты жұмысының негізгі мәселелері қарастырылды. Әлемдік экономикадағы қатерлерді ескере отырып, кәсіпорынның тұрақты әрі тиімді қызметін қамтамасыз ету сөз болды делінген ресми хабарламада. Еліміздің бүкіл қара металлургия саласын уысында ұстап отырған алпауытпен арада тағы қандай келіссөздер болғаны белгісіз. Ғаламдық қаржы дағдарысы мен табиғи ресурстардың арзандап кетуінің кесірінен жұмысшыларды қысқарту, жалақыны кесу сияқты қолайсыз жағдайлар бола ма, жоқ па, ол да беймәлім. Есесіне Нұрсұлтан Әбішұлы Астананың бас жоспарымен танысу шарасында әлде қайда ашық болды. Бас қаланың дамуы мен алдағы бағыты туралы өз ойларын ортаға салды. Мы знаем, какие есть недостатки, есть проблема парковок, мы его будем решать обязательно. Недавние ливневые дожди показали, что с отводом ливневых канализаций не очень, и этот вопрос надо решать. И надо сполна решать вопросы, наверное, детских садов, школ, по больницам, по культуре, по спорту мы закончили. Деньги направлять на то, что нужно людям. Вот именно детские сады и школы очень надо делать. Удобство делать для людей. Поэтому сегодня я рассмотрел совершенно по-новому, как будут застраиваться новые улицы, которые построены вокруг Экспо, внутри города, благоустройство водно-зеленого бульвара по новому подходу, новые парки, самый главный из них ботанический сад объемом 100 гектаров. Это все создает совершенно другой мегаполис в самом центре нашей страны и будет служить всем казахстанцам. Осы аптада біршама маңызды оқиғалар, елді елең еткізерлік жаңалықтар Астанада да, ел аймағында да болып өтті. Соларды топтап назарларыңызға ұсынғым келеді. Биыл елорда күні ел жүрегі Астана деген атау аясында өтетін болды. Үнемдеу мен дағдарыс туралы жиі айтылып жүрсе де, Астананың туған күніне Сергей Безруков, Сплин және Ума Турман тобы сынды шетелдік өнер жұлдыздар келмекші. 70-тен аса мерекелік кеш ұйымдастырылып, оған 500 мыңнан астам адам қатысады деп жоспарлануда. Также будут организованы мероприятия платного характера. Мерекелік концерттер өтетін үлкен залдар ақылы болады. Ал алаңдар мен саябақтарда тағы басқа да қоғамдық жерлердегі мәдени сауықтық шараларды тамашалау тегін. Кез келген адамның келіп көңіл көтеруіне мүмкіндігі бар. Бірақ Астананың қарапайым Шепсклад саяжайының 1000 жарымдай тұрғындары өзгеше сыйлық күтеді. Оларға шетелдік жұлдыздардың өздері үшін ән салғанының керек жоқ. Оның орнына 5 айдан бері баспана дауынан шаршаған халық үйлерін заңдастыруды сұрап отыр. Себебі мұндағы 365 үйдің тек 150 ғана заңдастырылған екен. Каждый күніміз біздің қиындықпен өтіп жатыр. Суымыз жоқ, светіміз жоқ. Бізге, конечно, барғымыз келеді, барлық концерт көргіміз келеді. Бірінші проблемамыз біздің баспанамыз. Бірінші орында. Біздің осыған қарай, осы Астана күніне қарай, біздің қанша жылдан бері тұрып келетқан халқымызға бір көңілді сыйлайтын біздің документімізді реттеп, сіздерге мінекей мына жерден үй беріп жатса, біз оған қуаныштымыз. Тойға дайындықпен қатар Астананың халық арасында Артем деп аталып кеткен базарында шу шықты. Даудың басы күзетшілердің мүгедек әйелі мен оның 3 баласын базардың ішіне кіргізбей қоюынан басталған. Осы кезде өзге адамдар әйелге араша түсіпті.
нас выкидывают человека, как животное. Мұның арты үлкен шу қаласы базарда тәртіпсіздік басталған. Куәгерлер құқық қорғаушылар келгенше жиналған көпшіліктің сауда үйін басып кіріп, жеміс-жидекті төңкеріп тастағанын айтады. Бұл әрекеттен соң полиция қызметкерлері базар маңынан лаңкестерді де іздестіріпті. Кеше түні бойы мынақта бұрын желетпен полициялар жүрді, мына жолдың бәрін былай қарай өтті. Түні бойы полициялар іздеді террористерді. Қазір бұл іс бойынша 18 адам қамауға алынды. Жапа шегушінің арызына сәйкес күзет бөліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ал керісінше күзетшілердің арызы бойынша бұзақылық іс бойынша тергеу жұмыстары басталып кетті. Сол оқиға болған жерден 18 адам Астана қаласының ішкі істер басқармасына жеткізіледі. Шымкентте 100 нақты қадам ақпараттық қамту және ілгерілеу деген тақырыппен аймақтық форум өтті. Бұл жиынға республикалық бұқаралық ақпарат құралдарының басшылары мен қызметкерлері қатысты. Шара барысында президент ұсынған қадамдар талқыланып, ақпараттық қауіпсіздік мәселесі қозғалды. Тіпті 100 нақты қадамды іске асыруда журналистердің рөлі де айтылып жатты. Ақпараттық, былайша айтқанда идеологиялық сала ғой, майдан ғой бұл енді. Осы салада журналистердің барынша білікті болғаны, сосын осы 100 нақты қадамды әрбір журналистің өзінің оқып білгені де қажет деп есептеймін. Өйткені көп жағдайда біз газетке жарияланады, теледидардан, эфирден айтылады, нақты іске келген кезде қаруланбай қаламыз. Зейнетақы жүйесінде тағы да реформа. 2017 жылдан бастап базалық зейнетақы мөлшері еңбек өтілі мен қорға салынған ақша мөлшеріне байланысты аударылатын болады. Это условно-накопительная пенсионная система. Шартты түрде жинақтау зейнетақы жүйесі 5% қаражат арқылы қалыптасады. Оны жұмыс беруші аударып отырады. Демек біз бұл заңда зейнетақы жүйесінің 3 деңгейлі үлгісін енгізуді қарастырып отырмыз. Оған қоса бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басқарма төрағасы Руслан Ерденаев бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорларына жекеменшік зейнетақы қорларындағы зейнетақы активтерінің аудару кезінде салымшылардың бірде-бір тиыны жоғалған жоқ деген мәлімдеме жасады. Себебі бұған дейін депутаттар минустағы шоттар туралы айтып, екінші деңгейлі банктерді сынға алған болатын. Она с точностью Активтерді беру барысында ешқандай да жоғалып кетулер орын алған емес. Яғни салымшының жекеменшік зейнетақы қорларындағы активтеріндегі шотында аудару күні қанша теңге болса, сол күні бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына тура тиынына дейін аударылып түсті. Әнуарбек Жәлел, Гүлназ Сатыбалдықызы, Азамат Жанқатов, Қазақ Ньюс апта, Алматы. Соңғы аптадағы ел ішіндегі жаңалықтардың бір парасы осындай. Ал сырт елдердің бізге қатысты кейбір сөздері алаңдауға негіз береді. Мәселен, ақш-тың контртеррористік орталық Азиядан жүздеген адамдардың, ал Қазақстаннан 1000 адамның ислам мемлекеті жихадшыл ұйымының қатарында Ирак пен Сирия жерінде соғысып жүргенін айтты. Кейбір әлеуметтік желілерде тағы да Сириядағы жихадшы қазақ балаларының суреті жарияланды. Қауіпсіздік кеңесінің кезекті жиынында кеңес хатшысы Нұрлан Ермекбаев мырза біздің елден 1000 емес 400 адамның террорлық ұйымда соғысып жүргенін жеткізді. Әрине, америкалық мамандар Қазақстаннан 1000 адам соғысып жүр деген деректі әуеден алмағаны анық. Біздің арнайы қызметтер мойындап отырған 400 террорист деген санда оңай емес. Қалай болғанда да олардың санының былтыр 250-300 деп аталып, сосын мынадай өсуі жақсы жаңалық дей алмаймыз. Өтен елде ойран салып, соғыс идеясымен, адам өлтіру машығымен ауызданған отандастарымыз ертең елге оралғанда не боларын болжаудың өзі қорқынышты. Оларды Талғат Ермегияевті қамағандай үйғамаққа отырғыза салу мүмкін болмас. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының экс-басшысы Талғат Ермегияевтің үстінен қозғалған қылмыстық іс, тағылған жемқорлық айып туралы Сымбат Ғалымбекұлының репортажынан көріңіздер.
2017 жылы Астанада өтетін Экспо көрмесі жемқорлық ісі бойынша да есте қалатын болды. Олай дейтініміз, Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басшысы Талғат Ермегияев 11 маусым күні өз қызметінен босатылды. Ертеңінде ол сеніп тапсырған бөтеннің мүлкін аса ірі көлемде иелену немесе талан-таражға салу бабы бойынша күдікті ретінде 2 айға үй қамаққа алынды. Сондай-ақ 214 миллион теңгені жымқырды деген күдікпен Экспоның басқарушы директоры Суламбек Баркинхоев пен құрылыс департаментінің бұрынғы басшысы Қажымұрат Үсенов қамауға алынды. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы басқармасының бұрынғы орынбасары Талғат Ермегияевке қатысты үйде қамап ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Аталған бұлтартпау шарасы алдын ала тергеп тексеру органдарымен және прокуратурамен ұсынылған. Сондай-ақ Астана соты Экспоның экс-басшысына қыруар табыс түсіріп отырған 6 бірдей компаниясының есеп шоты мен мүлкіне тыйым салды. Қазір ұлттық компания жұмысы жаңа басшысы Әділбек Жақсыбековтің басқаруында жүріп жатыр. Компанияның өзінде тексеріс жұмыстары жүргізіліп жатқан жоқ. Есеп комитеті жоспарлы түрде тексеріс жүргізеді. Осы жылға жоспар құрылды және оны президент әкімшілігі бекітті. Сондықтан президент әкімшілігі немесе мемлекет басшысы тапсырма берсе ғана тиісті шаруаларды қолға аламыз. Ал осы уақытта отандық интернет басылымдар Талғат Ермегияевтің барлық байлығын түгендеуге көшті. Олар Рахат Палас, жұрт барахолк атап кеткен Рахат, Жетісу, Ялянь, Рахат Авто және Глобус Астана мен Глобус Алматы. Тот минимум, который мы обещали, оно выполнено. Талғат Ермегияев ұлттық компанияға дейін спорт және дене шынықтыру ісі агенттігінің төрағасы болды. Лондон Олимпиадасына 7 алтынға қол жеткізіп, спорт саласын басқарған шенеуніктер арасында аты озды. Лондон Олимпиадасында бокстан ұлттық команданың бапкерлер құрамында болған Ермахан Ибраимов та Талғат Амангелдіұлының спорт саласына қосқан үлесін ұмытпаған. Талғат Ермегияев мырза ағамызда олды аянған жоқ 2012 жылы. Ол кісі айтады ғой, қандай приоритетный виде спорта, алға қоярлық қандай спортшылар бар бізде. Ауыр атлетика ма, ауыр атлетика, бокс па, бокс, күрес па, күрес, велоспорт па, велоспорт, жеңіл атлетика ма, жеңіл атлетика. Мінекей соларға акцент жасады. Сондай приоритетный спорт түрлеріне көбірек ақша бөліп, солардың дайындығын шыңдады. Вообще в мировой практике таких документов очень часто используются, зачастую используются для несовершеннолетних детей, которые, тюрьмы еще не предусмотрены. Әйтсе де Талғат Амангелдіұлы кәмелеттік жасқа баяғыда толып 50-ге тақаған азамат, белгілі құрылысшы, меценат, Нұр Отан партиясы басшыларының бірі болған Амангелді Ермегияевтің ұлы. Амангелді Дінұлы айтысқа көліктер тігіп, атымтайлығымен танылып қана қоймады. Қазақстанның құрметті құрылысшысы үлескерлердің үйін уақытылы салып бермей, сол кезде де Ермегияевтардың байлықтарын журналистер жариялаған болатын. Баласы дұрыс болу үшін әкесі дұрыс болу керек қой. Ол қалай баласын дұрыс тәрбиелейді, егер өзі балықшылыққа батып кетсе? Ол өзі жемқор болса, ол өзі мына халықты тонауға қатысып отырса, оның баласы басқа болуы мүмкін емес қой. Сондықтан тек қана адал өмір сүріп жатқан адам, адал адамдық тұрғыда, имандық тұрғыда өмір сүріп жатқан адам ғана өзінің баласын да сол қалыпқа салып, солай тәрбиелейді. Амангелді Дінұлы билік партиясынан құрылыс бизнесіне қайта оралғанда, баласы Талғат Амангелдіұлы Қазақ-Австрия бірлескен Рахат кәсіпорнында, Қазақстан темір жолы, Алматы құрылыста лауазымды қызметтерді атқарып, дау-дамайы көп болған Наурыз банк иелерінің бірі де болды. Қоғам назарын өзіне бұрған Валют Транзит банк ісінде де аты шыққан болатын. Ол мырзаның жаңағы карьерасына үңілсек, ол кісінің тарихында жаңағы Валют Транзит банкінің, Наурыз банкының жағдайлары болды. Бірақ өкінішке орай кезінде сол екі банкі да қазір жоқ болып кетті ғой. Екі банктағы жағдайға байланысты кезінде үлкен бір тергеулер болып, тексерулер болып, бірақ ол ешқандай аяқсыз қалды, ешқандай нәтижесіз қалды. Яғни жабулы қазан, жабулы күйінде қалдырғанды дұрыс көрді ол кезде иелері. Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізуді Қазақстан 2012 жылы жеңіп алды. 100-ден аса мемлекет қатысады деп күтіліп отырған Экспо көрмесі аясында 77 миллиард теңге көлемінде инвестициялық жобаларға қол қойылған. Ал саясаттанушы Толғанай Үмбеталиева Экспоға құйылып жатқан мол қаражатқа саяси элита арасында талас басталды деп топшылайды.
Национальный фонд, то, что сейчас раскрываться он будет, финансовые ресурсы оттуда будут вытаскиваться, я думаю, что там уже все распределено. Да, и за дополнительными ресурсами нашли очередной источник, это вот Экспо. Я думаю, здесь, и, видимо, у господина Ермегияева не было сильной позиции, да, он не смог удержать этот ресурс в своих собственных руках. Поэтому я думаю, что это результат элитных конфликтов за финансовые ресурсы. Талғат Ермегияев әзірге Есіл өзенінің жағалауындағы кілібайлар тұратын мына пентхауста үйғамақта отыр. Терезесі Есілге қарап тұратын хан сарайындай кең пәтері күндіз-түні бақылауда. Тергеуге кедергі келтірмес үшін телефонмен сөйлесуге, хат алмасуына тыйым салыныпты. Тағылған ірі көлемде қаржы жымқыру бабы бойынша Экспоның экс-басшысы 12 жылға дейін сотталуы мүмкін. Сымбат Ғалымбекұлы, Жанат Абдрахманов, Дәурен Әбіш, Азамат Жанқатов, Қазақ Ньюс, апта. Біздің елде түрмеде, тергеу изоляторында, үйғамақта отырған лауазымды шенеуніктер көп, тым көп. Олардың үстінен қозғалған істерді әртүрлі болжай беруге болады. Жеп қойды, ішіп қойды дегенмен қатар, біреудің жолын кесіпті, бөлісе алмапты, кландар қақтығысыпты дегендей. Және шенеунік атаулының, билік маңындағылардың бір-бірін қаматуға құмарлығы кейде қисынсыз түрге ие болып жатады. Мәселен, парламент мәжілісінің депутаты, Ақжол партиясының жетекшісі Азат Перуашев, білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіповтің үстінен іс қозғауды сұрап, бас прокуратураға шағымданған еді. Сәрінжіповтің кей депутаттар лоббимен айналысады деген сөз үшін Перуашев қатты намыстанып, ар ұятына дақ түскен көрінеді. Енді осы мәселе бойынша тексеруді Ішкі істер министрлігі қолға алыпты. Өзін халық қалаулысы атайтын Перуашев мырзаның бұған дейін бірде-бір рет қарапайым жұрттың мүддесін қорғап, заң органдарына жүгінгенін көрмеппін. Депутаттық өкілеттігін пайдаланып, бас прокурордан екпеден уланған балалардың ісін, киік қырғынын, үйі күреліп жерінен айырылған саяжай тұрғындарының арызын қарауды талап етсе қайда қалыпты? Кім оған қой депті? Әлде Сәрінжіповпен арасында болған азғантай сөз қақтығысын желеу етіп, министрді орнынан тайдыруды әлде біреулер қатты өтініп отыр ма екен? Мүмкін осы күдігім үшін мені де прокурорға берер халық қалаулысы. Азат Перуашев мырзаның біреудің әлде қалай айтқан сөзіне аттандап байбалам салуы бірінші рет емес. Осыдан 10 шақты жыл бұрын марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлымен бір теледебатта сөз таластырып, соңынан Сәрсенбайұлы мені қорқытты, маған қауіп төнуі мүмкін деп шағымданып, жұртты шулатқаны есімізде бұл депутаттың. Бірақ тағдыр деген мүлдем басқаша қалыптасады екен. Перуашев өзіне тіке қарап, сөз айтқанның үстінен арыз жазып әлі жүр, ал Сәрсенбайұлы шынымен саяси қастандықтың құрбаны болып кете барды. Осыдан біраз уақыт бұрын Алтынбек Сәрсенбайұлын серіктерімен өлтіруге тапсырыс берді деп сотталған Ержан Өтембаев бостандыққа шыққан еді. Құпиясы ашылмаған аса ауыр қылмыстың төңірегіндегі сот, арыз процестері туралы құқық қорғаушы Маржан Аспандияровамен сұхбат құрған едік. Назар салып отырыңыздар. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы саясаткер, құқық қорғаушы Маржан Аспандиярова. Маржан апай, жақында осы Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруге тапсырыс берді делінген, сол бойынша сотталған Ержан Өтембаев мерзімнен бұрын бостандыққа шықты. Жалпы Өтембаевтың бостандыққа шығуына байланысты қарсы тарап Алтынбек Сәрсенбайұлының жақындары бұл мәселені қайта шағымданып сотқа өтініш жолдады. Жалпы осы іс қазір қалай жүріп жатыр? Байқасақ Өтембаевтың жағдайы жаман емес сияқты. Өткендегі сол сотта байқағанымыз. Енді Өтембаевтың бостандыққа шығатыны о бастан белгілі болған. Өздеріңіз білесіздер, 2012 жылы өмірбақилық жаңағы қамауда отырған Ибрагимовтың арызы бойынша іс қайтадан қаралып, Қаскеленде үлкен сот болған кезде сол сот о дегеннен сол Өтембаевтың жағдайын жеңілдету үшін ұйымдастырылған сот екені белгілі болды. Бірақ біздер жәбірленуші тарап әрине қарсылық білдірдік, өйткені қылмыс осы күнге дейін ашылмады. Міне 9 жыл өтті. Ибрагимовтың айтуында жаңа Өтембаев емес, негізгі тапсырыс беруші
Рахат Әлиев пен Әлнұр Мұсаев еді деп көрсетті. Оны біздің билік қабылдады осы версияны, Сол бойынша Өтембаевтың жазасын жеңілдетті қазір өкімет. Енді Әлнұр Мұсаевқа байланысты жаңа іс қозғалып, оны бір жазалау шаралары қолға алынып жатыр ма? Ол қазір Австрияда сотта отыр емес пе? Қылмыстық іс қозғалды да, бірақ өткен жылдың 2 айы ақпан, наурыз, сәуір айларында тергеу өте белсенді түрде жүргізілді. Одан кейін сот бір мезгілде тоқтап қалды. Қазақстан тарабынан тоқтатқанның себебін бізге халықаралық тапсырма берілген, соған байланысты уақытша тоқтатылды деп біз сондай жауап алдық. Сонымен біз шағымданып, қайта-қайта бұл мәселені көтеріп, прокуратураның қызметкерлерімен кездесіп, осы үстіміздегі жылдың 8 сәуірінде істі қайтадан қозғаттық. Мұсаев пен Әлиевтің үстінен қозғалған қылмыстық іс бар. Ол іс бойынша тергеу әлі жүргізілген жоқ. Әлиев өліп қалды. Мұсаевқа тергеу жүргізілген жоқ, ол сұраққа алынған жоқ. Бұндай жағдайда қалай Өтембаевты бостандыққа шығарады? Бұл біздің сот жүйесіндегі бас прокуратураның қадағалауымен, тырнақшадағы бақылауымен жасалып отырған жағдай бұның бәрі. Мен білуімше осы мәселелердің бір арғырай ашылуын зерттеу тұрғысында ма, Алтынбек Сәрсенбайұлының ағасы Рысбек Сәрсенбайұлы Венаға барып келді. Ол жерден бір жаңа ақпараттар алу мүмкіндігі болды ма? Венаға барғанда, өздеріңіз білесіздер, қазір Нұрбанктың менеджерлері Айбар Хасенов пен Жолдас Темірәлиевтің қинап өлтіру жөніндегі сол іс қаралып жатыр ғой. Сотталушылар Мұсаев пен Кашляк. Сол сотқа барып қатыстық. Сот кезінде арасында үзілісте Мұсаевпен кездесуге де мүмкіндік болды. Бір-екі ауыз сөйлесті реке. Енді бәрін айтудың қажеті жоқ шығар, бірақ кезінде Рахат Әлиев ақпарат құралдары арқылы ашықты анық айтқан. Алтыкеңдің Алтынбек Сәрсенбайұлының жаңағы осындай қиын жағдайда өлтірілгеніне байланысты фактілерім бар. Сол жөнінде дәлелім бар деп Рахат Әлиев айтқан болатын. Оны ресми түрде жариялаған болатын. Біздер сол кезде билікке жаңағыдай үндеу айттық. Осы ақпаратты жоққа шығарыңыздар. Немесе бұны тергеңіздер. Неге мақты дәлелдермен осыны ашып беріңіздер. Неге бұндай ақпарат ешқандай нәтижесіз қалу керек деп. Бірақ одан ешқандай нәтиже шықпады, бірақ Мұсаев расында да сондай ақпараттың бар екенін бізге өз аузымен айтты. Әлі де бар деді, Рахат Әлиев өліп қалса да бар деді. Рахат Әлиев өліп қалса да, Рахат Әлиевтің Австриядағы тергеу орындарына беріп кеткен мәліметтер бар деп айтты. Біз Австрияның әділет министрлігінің қабылдау бөлмесіне өз тарапымыздан хат қалдырып кеттік. Австрияның бас прокуратурасына да хат жолдадық. Сол мекемелердің бәріне барып, сол жердегі қызметкерлермен кездесіп, өзіміздің жәбірленген тараптың сұрақтарымыз бар екенін, осындай жағдайда... Алтынбек Сәрсенбайұлының өлтіру ісіне байланысты осы іске байланысты мәселелер бар екенін айттыңыздар. Жауабы осы 2-3 күн ғана болды. Әділет министрлігінен жауап хат алдық. Австрияның. Бұлар біздікі сияқты айлап, жарты жылдап жатып алмайды екен. Жаңағы расында да Қазақстан тарабынан Мұсаевты экстрадиция жасау жөнінде сондай ұсыныс, сондай өтініш болғанын олар бізге жазып жауап жіберді. Енді прокуратурасынан әзірше жауап жоқ. Олардың заң жүйесі, құқық қорғау жүйесі солай қалыптасқан негізінен прокуратураның құзыры керісінше бәрі әділет министрлігіне бағынады, бірақ түбінде сот шешеді. Сондықтан біздің көптеген сұрақтарымызға ол соттың шешіміне қарай деп сілтеп отыр. Ал енді осы жерде тағы бір сұрақ туындайды. Қазір енді көзі тірі Әлнұр Мұсаев бар, бірақ сол азаматты сол Австрияда тергеуге алудың, Австрияда бір осы мәселені анықтаудың мүмкіндігі бар ма? Дәл жаңа Жолдас Темірәлиев, Айбар Хасеновтердің өліміне байланысты іс Австрияда қаралып жатыр ғой. Бұл өте ұзақ процесс. Өте ұзақ процесс.
әрине оған негіз табуға болады, және сол істі Австрияда да қарауға болатын еді. Ол Қазақстанның өтініші керек пе ол үшін? Бірақ бұл үшін Қазақстанның заң орындары, Қазақстанның бас прокуратурасы қимылдау керек. Ал енді бір жағынан қарасаң, мысалы Нұрбанктың ісі бойынша Австрияда сондай тергеу, сот жүріп жатқанның өзі ұят нәрсе. Біз барып, өз көзімізбен көріп, құлағымызбен естіп қалғанда қатты намыстандық. Неменеге, мысалы, нақты? Өйткені енді Қазақстанның жаңағы тергеу орындарының шала жұмысына, Қазақстанның сот жүйесінің әділетсіздігіне, Қазақстанның жаңағы бас прокуратураның заңсыз әрекеттерін, соның бәрі жаңағы шетелдегі сотта қаралып тексеріліп жатқан өзі ұят нәрсе ғой. Оқиға мына жақта болады, қылмыс осы жақта жасалады, адам ұрлау, кісі өлтіру барлық оқиға осы жақта болады, қашып барған адамдардың тығылған жерінде сот жүреді дейсіз ғой. Сонда біз егер шын мәнінде демократиялық мемлекет болсақ, бұндай жағдай болмас еді ғой. Сот барысында тіпті Бем деген судьяның фамилиясы солай, Бем судьясы, адвокаттар, жалпы былай бір қарағанның өзінде адамдар, қатысып отырған адамдар Қазақстанға деген бір жалпы мемлекетке деген құрмет тұрмақ, кішкене бір менсінбеушілікпе сондай байқалып тұр. Жалпы осы Алтынбек Сәрсенбайұлының серіктермен бірге өлтірілуі осы біз Қазақстан жаңа тарихындағы ең бір ауыр оқиғалардың бірі. Енді осы істің түпкі бір шындығы қай уақытта, қашан ашылады деп ойлайсыз? Ол кімдерге байланысты? Ол әрине ашылады. Ол мына қазіргі билік ауысқаннан кейін бұл іске біз тағы да ораламыз. Біздің де кейбір адамдар түсінбей жатады, сіздер осы шағымдана да бересіздер, бәрі сол қажет пе деп сұрайтын адамдар да бар. Бізге қазір мына сот жүйесінің барлық сатынан өтіп, тіпті жоқ деген жауаптың өзі де бізге нәтиже болып отыр. Әлі ашылмаған көптеген парақтары бар. 2006 жылдың ақпан айында болған қылмыстан кейінгі тергеу амалдары, сол тергеу амалдарындағы жаңағы тергеушілер тобына жетекшілік еткен, сол кезде тергеуді басқа жолмен жіберген, қылмысты жасырған, сол кездегі ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов, сол кездегі ұлттық қауіпсіздік комитетінің жетекшілері, сол кездегі қазіргі министр Қалмұханбет Қасымов, сол кездегі бас прокурор Рашид Түсіпбеков. Ол мырзалардың бәрі тікелей араласты мына қылмысты жасыруға. Және осы азаматтар осы қылмыстың бір анық-қанығын, негізгі шындығын біледі ғой, шындығын біледі. Бұл кісілердің қаншалықты осы істі жасырғанға кінәлі болғандарын, оны да келесі бір сот процесінде анықтауға тиіспіз. 9 жыл өтті, Рахат Алиев өлді, Мусаев Венада сотталып жатыр, Өтембаев бостандыққа шықты. Ешқандай біздің жаңағы құқық қорғау жүйесі бәрі сол күйінде дұрыс деп өздерінше солай түсініп отыр. Ал қылмыс ашылған жоқ. Қылмыстың ашылуына әлі біраз жұмыс жасау керек. Сондықтан мына Өтембаевтың сондай жағдайда бостандыққа шыққанына біз әрине қарсымыз. Өтембаевтың жаңағы біз кассациялық Астанадағы, Венадан келесі Астанадағы кассациялық сотқа бардық қой. Сонда кіреберісте Өтембаевтың айтқан сөзін естісеңіз, бедейді ғой. Біз енді амандасып, қасындағы адамдарменен қал жағдай сұрассақ, бедейді ғой. Менің қал жағдайымды неменесін сұрайсыздар, сіздерден жәбірленген тарапты айтып отыр. Сіздер маған маза бермедіңіздер, сіздер үшін мен бір тойға қатыса алмай қалдым деп соны айтып тұр. Ойласаңыз, бүкіл Қазақстан және Қазақстан демократиялық күштері қандай үлкен мына қайғыға ұшырады. Василийдің қызы Татьяна осы өмірде осында жалғыз өзі қалды. Өйткені Василий өлгеннен кейін, соттан кейін, бір жылдан кейін Василийдің әйелі Таняның мамасы қайтыс болды. Бауыржан болса, ол әлі үйленіп те үлгермеген жап-жас жігіт. Сонда осыған бәріне жол беріп отырған билік түбінде оңбайды. Бәрібір түбінде бір өзгерістер болады. Біз соған сенеміз, біз соған үміттенеміз, және осы жағдайды өзгерту үшін атсалысамыз. Тақырыбымызды кішкене ауыстырса, Қазақстанда соңғы уақыттарда
біршама өте лауазымды адамдарды қамау фактілер тіркеліп жатыр. Жақында ғана Экспо Астана 2017 ұлттық компаниясының төрағасы Талғат Ермегияевтің қамалғаны және оның үстінен жемқорлық ісі бойынша айып тағылғанын естіп жатырмыз. Одан басқа да біршама жаңағы шенеуніктердің үстінен үлкен шулар болып жатыр. Мұның бәрінің астарында не жатыр? Қазір мемлекеттік билік билеп отырған жоқ, мемлекетті жемқорлық билеп отыр. Ол біріншіден соны көрсетіп отыр. Кезінде президент айтқан, осы өзінің тағайындаған министрлер кабинетіндегі отырған адамдарға әрқайсыңды қолдарынан алып, сотқа апарып, жетектеп апаруыма болады деп. Соның бәрі бүгін енді болып жатыр. Бүгін ғана емес, біздер осы тақырыптарды бұрыннан қозғағанбыз. Бізде қалыптасқан жағдай былай ғой, оның жаңағы ұйымдастырушылық қабілетіне қарамайды, оның білім деңгейіне қарамайды. Тек қана ол бір үлкен кланның, үлкен қазанның ішінде миллиардтаған ақшаның сапырылып жатқан сол кланның мүшесі болғандықтан сол қызметке ие болып отыр. Сондықтан қазір үй қамаққа алынғаны ешқандай тосын жағдай емес. Иелеріне керек кезінде оларды ештеңе етпейді деп арқаларынан қағып баратты, басқа бір ұлттық компанияның жетекшісі қайтадан қоя салады. Иелеріне керек емес кезінде жаңағыдай әрекет жасайды. Мүмкін қазір оларды қамау, жазалау, қазір мысалы оларды әшкерелеу, мұның бәрі бір биліктің бір тазаруға ұмтылысы емес пе? Мен өзім олай қабылдамаймын, бұл тек қана көз бояушылық. Бұл мына елді, қоғамды кішкене сол ұйықтатудың бір түрі ғой. Ал Ермегияевті айтсақ, кезінде Валют Транзит банкі болған, кезінде Наурыз банкі болған, екі банкі де қазір жоқ. Ол екі банкінің жаңағыдай кезінде сол банкылардың төңірегінде де бір тексеру болды, тергеулер болды, оның бәрі нәтижесіз қалды. Тартып алулар таза рейдерлік әңгімелер болды ол жерде. Ал бірақ та жаңағыдай билікке керек адамдар, олар ешқайда жойылмайды, олар өстіп кішкене қысып алады да, одан кейін қайтадан орнына қойылады деп ойлаймын мен. Маржан апай, ал мынау дәл осындай бір жемқорлық фактілерінің әшкерелену оқиғалары кезінде қоғамдық белсенділердің, бір азаматтық қоғамның, оппозицияның орны бар ма қазір? Әлде қоғам тек бақылаушы, көруші, же көрерменге ғана айналып қалдық па біз? Жоқ, олай деп ойламаймын. Қазір бір белсенді топтар немесе бір оппозициялық күштер нақты әрекет, көзге көрінетін әрекет жасамай тұрғанның өзінде біздердің қойған сұрақтарымызға биліктің құлағы аспауы мүмкін емес. Белгілі көзге көрінетін белсенді топ болмаса да, бірақ мына интернет жүйесінде басқа бұқаралық ақпарат құралдарының бірен-саран жаңағыдай біраз басылымдарда шығатын ақпараттар ол шындыққа негізделген ақпарат. Аз болса да, бірақ сондай. Дегенмен ықпал бар дейсіз, қалай сондықтан олар тіпті соқыр саңырау болған өзінде де олар құлақ аспау мүмкін емес. Мына президент сайлауы өтті, енді алдағы жылы парламент сайлауы болады, мәжіліс сайлауы болады. Жалпы осы мәжіліс сайлауын сіз қалай болғанын қалайсыз? Және осы мәжіліс сайлауында елдегі бір азаматтық күштер бас біріктіріп, бір партияның төңірегінде бірігіп шыға алады деп сенесіз бе? Әрине потенциал бар деп ойлаймын. Жаңағы оппозициялық күштер, демократиялық ұстанымдағы азаматтар бас біріктіріп, потенциал бар, бір күшпен шығуға мүмкіндік бар. Оған қазір қоғамда өте белгілі, беделді бас көтеріп жүрген азаматтар да бар. Сайлауға бірігіп келе алады деп сенеміз соған. Ал сайлауға шығу үшін ең алдыменен бізге сайлау туралы заңдағы көптеген қарым-қайшылықты біз көп жылдан бері айтып отырмыз. Кезінде Нағыз Ақ Жол партиясы кезінде сол сайлау туралы заңның жобасын өзіміздің жобамызды парламентке ұсынған болғанбыз кезінде. Егер сайлау таза, әділ өту керек десек, жалпы мына жүйеде өзгеріс болсын десек, бізге конституциялық реформа қажет. Сот жүйесіндегі заң бұзушылықты тыю керек. Яғни соттардың тәуелсіз болғанын талап етеміз деп біз соны 2001 жылдар айтқанбыз. Келесі жылы болатын сайлауға енді парламент сайлауына қазірден бастап дайындық керек қой. Осы бастан бір дайындыққа
бір мүдделі азаматтар бар ма? Елдегі бір азаматтық күштер бас біріктіре алатындай бір қозғалысты байқайсыз ба? Бірігуге болады, және бұл процесс латентті түрде өтіп жатыр. Келіссөзді, жаңағыдай әркім өз күшін жағдайын салмақтап, сараптап дегендей, кімдермен бас қосу керек, қалай бас қосу керек, қандай түрде бас қосу керек. Және де ең басты сол идеямыз бір болса, алдымызға қойған мақсаттарымыз біз бір болса, ең басты сол мына еліміз ұтылмайтындай жағдайға бастайтын азаматтар болса біреуге болады. Рахмет, Маржан апай. Қазіргі мынау қылмыстық іске байланысты ізденістеріңізге де, қоғамдық істеріңізге де табыс тілейміз. Осындай сұхбатымызға келіп тұрыңыз. Көрші Ресей Федерациясымен қарым-қатынаста Еуразиялық экономикалық одаққа қанша еніп, етене болдық десек те, қайшылықтар күн санап туындап келеді. Сауда-экономикалық сәйкессіздіктерді былай қойғанда, Ресей мақтанудан танбайтын соғыс тақырыбының өзі талай келіспеушіліктерді жасап жатыр. Мәселен, бір ғана 28 Панфиловшы ерлігі деп аталатын оқиға. Аңыз ба, ақиқат па? Қазақ ұлтшылдар емес, ресейлік тарихшылар осы тақырыпты тыңнан қозғап, отқа май құйды осы аптада. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Аңызға сенуді қою керек. Дубосеково түбінде 50 неміс танкісін тоқтатқан ешқандай да 28 панфиловшы болған емес. Оған қоса Ресей кең байтақ, бірақ шегінерге жер жоқ. Артымызда Москва деген ұранды Клочков айтпаған. Бұл сөздерді Красная звезда басылымының әдеби хатшысы Александр Кривицкий ойдан шығарған. Ол ерлік тарихында қиялдан құрастырған. Мұны әскери прокуратура 1948 жылдың өзінде анықтаған болатын. Бұл Ресейдің мемлекеттік мұрағат директоры Сергей Мироненконың халықаралық конгресте жасаған мәлімдемесі. Яғни ол атақты 28 Панфиловшының ерлігін қиял деп атады. Ал біз білетін тарихта 316 атқыштар дивизиясы асқан ерліктің үлгісіне айналған. Бір 1941 жылдың 15 қарашасында қазақстандық жауынгерлерден құралған 28 Панфиловшы батыр Мәскеу қаласын ерлікпен қорғады. Алматыда жасақталған 316 атқыштар дивизиясы жаудың 50 танкісіне мылтықпен төтеп берді. Бұл соғыс тарихында көп кездесе бермейтін батырлықтың үлгісі. Кейіннен оларға 1942 жылы Кеңес одағының батыры атағы берілді. 316 атқыштар дивизиясының командирі Кеңес одағының батыры Иван Панфиловтың немересі, 28 Панфиловшылар мұражайының меңгерушісі Алла Байқадамова ресейлік тарихшының сөзіне таңғалмаған. Себебі Мироненко бұған дейін де Панфиловшылардың ерлігін жоққа шығаруға тырысқан екен. Бірақ мұндай үлкен мәлімдеме жасамастан бұрын архив директорына тарихи сауатын қайта ашуды ұсынады. Өйткені оның әрбір сөзіне сәйкессіздікті байқайды. Мироненко уже высказывается это не первый раз. Бұл Мироненко мырзаның бірінші пікірі емес, ол бір кездері тіпті ешқандай ерлік болған жоқ деуден танбайды. Оның сөзінде қайшылық көп. Мәселен, ол 28 Панфиловшылар полкі дейді. Бірақ ол полк емес, дивизия болатын. Сосын ол айтқандай 100 адам қаза болған жоқ. Одан бірнеше есе көп адам мерт болды. Екі ауыз сөзінен осынша қате жіберетін адамға не деуге болады? Панфиловшылар 28 емес, 100 жауынгер болған дейді. Ең бастысы ерлік жасалды ма? Жасалды. 28 жауынгер болды ма? Болды. Бұл тырнақ астынан кір іздеу. Ал екінші дүниежүзілік соғыс ардагері Ажмұрат Жармұханов Панфиловшылардың құрамында болмасақ та, олардың жасаған ерлігі бізге рух берді, болашаққа сенім сыйлады. Ал олардың ұран сөзі соғыс даласында ұзаққа дейін айтылып жүрді дейді. Олардың батырлығы талай ұрпақтың тәрбиесіне ықпал етті. Сондықтан ресейлік маманның асығыс айтыла салған сөзінен еш қисын көрмейді. 70 жылдық тойланып, елдің дүние жүзі барлық осы жеңіске фашисті құртып шыққан жеңісіміздің тойларын соны өтірікке шығарайын деп жатыр ма? Барлық істелген жақсылықты, соғысқан ерліктің барлығы тарихқа жазылып, кітапқа жазылып, мыңдаған жастар тәрбиеленіп өсті. Ал енді мынадайдан бәрі біткеннен кейін осыны шығарып отырған ешқандай тәрбиеге, ешқандай ойымызға келмейтін нәрсе.
Тарихшы Қайдар Алдажуманов Ресейдің мемлекеттік мұрағатында зерттеу жұмыстарын жүргізген. Мироненко айтқан 14 беттен тұратын құжатты қарауға рұқсат алыпты. Бір қызығы, ол жерде қазір айтылып жатқан мәліметтерді кездестірмеген. Әрі 10 жылдан бері құжаттың шаң басып тұрғанын айтады. Ондай ұрыс болған жоқ деп, анау да жазды, мынау да жазды, кәдімгідей анау интернетте тұрған архивтің номеріне сілтеме жасайды. Мен ойлайтынды, мынау қандай керемет адамдар сол архивтегі Ленаны қарап, түп нұсқадан көрген екен деп. Анда осы қыста мен өзім қараған кезде, ол архивте жаңағы Ленаны істі пайдаланудың өзінің ережесі бар. Қарасаң, екі адам архивист осыдан 10 жыл бұрын, 14 жыл бұрын басқа мәселелермен қызметтік анықтама жасау үшін қараған, ал тарихшылардан қараған мен бірінші, менен басқа ешкім жоқ. Мен көшірмесін алдым. 28 Панфиловшының ерлігіне алғашқы күмән соғыс бітпей тұрып пайда болған. Мәселен, Панфиловшылар саябағында тақтатасы тұрған Данил Қожабергеновтің ешқандай ұрысқа қатыспағаны анықталған. Сондықтан қоғам белсендісі Мұхтар Тайжан бұл ерлік тарихын аңызға жақындау деп есептейді. Әрине, соғыста нағыз қаһармандық көп болды, бірақ дәл осы 28 панфиловшылар жайлы ол жалған ақпарат екенін 48 жылы әскери прокуратура дәлелдеп берді. Кейбір қоғам белсенділері аңыз бен ақиқаттың аражігін ажыратудың қажеті шамалы деген ойда. На самом деле, последние дивизии... Бүгін 28 панфиловшылардың ерлігі туралы түрлі пікір айтуға болады. Олар шынымен ерлік көрсеткен шығар. Немесе бұл аңыздан туған, халықтың арманынан туған дүние шығар. Журналистер үлкейтіп айтуы мүмкін ғой. Осылайша олар ерліктің символына айналды. Ол кезде еліміз осындай батырларға зәру болды. Бірақ аңыз болса да, оның негізінде шындық бар екенін ешкім жоққа шығара алмайды. Ал батырдың немересі Алуа Байқадамова қазір енжарлық танытып, өзімізге тиесілі дүниелерді қорғамасақ, ертең кеш болама деп қорқады. Және Мироненко куәгер етіп отырған адамдарға қысым көрсетілуі мүмкін деп есептейді. Себебі қазіргі идеологиялық соғыстың қарқыны қатты. Идеологическая война. Қазір идеологиялық соғыс жүріп жатыр. Бүгінде біздің ұрпағымыздан батырлардың ұрпағы деген құқықты тартып алғысы келеді. Жалғаса беретін болса, ертең тіпті жеңісті де тартып алулары мүмкін. Бізді біріктіріп тұрған жеңіс. Сондықтан батырлардың жалғасы деген құқығымызды таптауға ешкімге жол бермеуіміз керек. Ара-тұра 28 Панфиловшының ерлігіне қатысты күмән келтіру қайталанып жатыр. Бір қызығы, бұл жолғы бастама соғыстың 70 жылдық мерейтойынан соң көтерілді. Соғыстың аяқталғанына 70 жыл өтсе де 28 Панфиловшының ерлігінің тарихын жоққа шығару азаймай тұр. Қоғамдық белсенділер Қазақстан, Қырғызстан, Ресей мамандарының басын қосып, арнайы комиссия құруды ұсынып отыр. Ал ардагерлер Ресейдің сыртқы істер министрлігіне арнайы ашық хат жолдамақшы. Бірақ әзірге ешқандай ресми мәлімдеме жасалған жоқ. Гүлнар Сатыбалдықызы, Жұлдыз Әбдіхалықова, Сержан Жиренбай, Азамат Жанқатов, Қазақньюс апта, Алматы. Осы аптада айлардың сұлтаны қасиетті Рамазан айы басталды. Өзін мұсылман санайтын 5 парызға берік жандар ауыз бекіткелі бірнеше күн болды. Еліміздегі барша ниет еткен жандардың дұға тілегі естіліп, ескеріліп, ниеттері орындалсын дейміз. Халқымыз оразадан оразаға бағы биік, қуаты мол, қоғамы таза қалыпта жете берсін. Аптаның біз көрген келбеті осылай өрілді. Келесі сенбіде амандықпен жүздескенше.